Бактериялар прокариоттарға, яғни қарапайым бір жасушалы тірі организмдерге жатады. Бактериялар жер бетінде барлық дерлік қоршаған орта жағдайларында кездесетін космополиттік организмдер. Олардың өлшемдері негізінен микрометр диапазонында. Бактерия жасушасы сыртынан жасуша қабырғасымен қапталған. Оның бетінде кірпікшелер, пили, сонымен қатар талшықтары немесе қылшалары орналасқан. Жасушаның негізгі бөлігі жасуша қабықшасымен шектелген цитоплазма болып табылады. Цитоплазмада дөңгелек бактериалдық ДНК және физикалық, функционалды тұрғыдан бактериалдық ДНК-ға тәуелсіз әрекет ететін ДНК сақинасы түріндегі плазмидалар бар. Бактериялардың көптеген түрлерін пішініне қарай жіктеуге болады. Сфера пішінді бактериялар коктар деп аталады. Олар жалғыз немесе жұптастырылған, тізбектелген және жүзім шоғыры ретінде болуы мүмкін. Оларға пневмония немесе гонорея тудыратын кейбір пиогенді бактериялар жатады. Таяқша тәрізді бактериялар таяқшалар. Олар тамақ өнеркәсібінде қолданылатын сүт қышқылы бактериялары сияқты зиянсыз болуы мүмкін, сондай-ақ оба, туберкулез, сальмонеллез немесе сіріспе сияқты ауруларды тудыруы мүмкін. Спираль тәріздес бактерияларға сифилис, лайма ауруы немесе лептоспироз тудыратын бактериялар жатады. Кейбір бактериялар, мысалы тырысқақ вибриондары үтір тәрізді болып келсе, дифтерияны тудыратын коринобактериялар сойылға ұқсас болып келеді. Бактерияларды жасуша қабырғасын грамм әдісімен бояу реакциясына қарай да топтастыруға болады. Пептидогликанның жұқа қабаты және қызғылт сыртқы липидті қабығы бар бактериялар грамм теріс бактериялар. Ал пептидогликанның қалың қабаты бар бактериялар қою көк түске боялады және оларды грамм позитивті немесе грамм оң бактериялары деп атайды. Бактериялардың көптеген топтары бактерия қозғалысында маңызды рөл атқаратын бактерия талшықтарымен жабдықталған. Талшықтардың негізгі бөлігі флагелин нәруызы. Талшық айналады және спираль тәрізді жіпшенің айналуы бактерияның жылжуы үшін қажетті күшті тудырады. Кейбір бактериялардың жасуша қабырғасы қатты немесе шырышты затпен қоршалған. Ол жасушаны иммундық жүйеден қорғау және бактерияны бетке бекіту үшін қызмет етеді. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа.